Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Сұлтанов Марлен Қанатович. Алматы облысы Қаратал ауданы Кәлпе орта мектебінің география пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы гидросфера және оның құрамдас бөліктері. Оқу мақсаты гидросфера және оның құрамдас бөліктерін сипаттайды. Сабақтың мақсаты гидросфера және оның құрамдас бөліктерін анықтап, ерекшеліктерін салыстыра отырып сипаттау. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін мыналарды білу қажет. Гидросфера қандай бөліктерден тұрады? Олардың үлесі қандай? Гидросфераның бөліктері құрлық сулары мен мұхит суларының ерекшеліктері қандай? Гидросфераның құрамдас бөліктерінің айырмашылықтары қандай? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына жетеміз деп ойлаймын. Ендеше балалар, видеороликқа назар аударыңыздар. Тұрақтылығын сақтайтын қарапайым химиялық қосылысы. Су, мұхиттар, теңіздер, көлдер, өзендер, мұздықтар, су қоймалары, айсберг, қар жамылғысы. Ауыз су тіршілік көзі. Ол жер шарының 4-3 бөлігін алады. Мұхиттар 96,5%, жер асты суы 1,7%, мұздықтар 1,7%, жер үсті суларына 0,1%. Судың келесі қасиеттерін атап айтуға болады. 0 градус пен 4 градус Цельсий аралығына қыздырғанда, оның көлемі азайып, ал одан әрі температураны көтерген сайын қайта ұлғаяды. 0 градус Цельсий температурада су қатып мұзға айналады. Судың көп бөлігі ауадан тұрады. Су жазда да, қыста да әрдайым буланып тұрады. Қоршаған ортаның температурасына қарамастан су буы жаңбыр тамшыларын немесе қар ұшқындарын құрайды. Су газ тәрізді, сұйықта қатты күйде заттарда ериді. Алмасу заттар суда еріп, ағзадан шығады. Күн энергиясының әсерінен судың үздіксіз орын ауыстыруынан дүниежүзілік су айналымы пайда болады. Табиғаттағы мұхит пен атмосфера қатысатын су айналымы, мұхит бетінен буланған су тамшылары атмосферада конденсацияға түсіп, мұхитқа қайта жауын күйінде оралады. Оны кіші немесе мұхиттық айналым деп. Және атмосферамен қатар құрлықты қамтитын су айналымын үлкен немесе дүниежүзілік су айналымы деп атайды. Адам денесінің 3/2 бөлігі судан құралған. Өсімдіктердің құрғақ дәндерінің 10-12% су болады, ал су айналымына өсімдіктер де қатыса алады. Олар ылғалды бойына сіңіріп, қайта буландырады. Су жердегі барлық тірі ағзалардың тіршілік ортасы екенін ұмытпағанымыз жөн. Сулы жер, нулы жер деген мақал бекер айтылмаса. Біз видеоролик арқылы гидросфераның қандай бөлшектерден тұратынын анықтадық, және де оның құрамдас бөліктерін сипаттадық. Олай болса балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма сәйкестігін тап. Берілген сандардың пайыздық көрсеткішін гидросфераны құрайтын қандай құрамдас бөліктерін сәйкес келетінін анықта. Бұл жерде балалар гидросфера бүгінгі біздің тақырыбымыздың негізгі саласы. Пайыздар берілген. Біз видеодан көргендегідей пайыздардың гидросфераның қандай құрамдас бөліктерімен сәйкес келетінін анықтауымыз керек. Ол үшін дескрипторға назар аударамыз. Пайыздық көрсеткіштердің құрамдас бөліктермен сәйкестігін табу керек. Олардың үлесін анықтауымыз керек. Тапсырманы орындап болсақ балалар, жауабын бірге тексеріп көрейік. Жер бетінде гидросфера жер шарының 96,5%-ын алып жатқан қай құрам бөлшегі? Дұрыс, дүниежүзілік мұхиттар. Жарайсыңдар балалар. Гидросфера жер бетінің 3,58%-ын не алып жатыр екен? Құрлық сулары өте тамаша. Гидросфера жер бетінде 0,7%-ын қай бөлігі алып жатыр? Атмосфералық су буы тамаша. Ал ендеше
гидросфераның құрамдас бөлігімен жақынырақ танысайық. Дүниежүзілік мұхит суы 96,4% алып жатыр. Бұл жерде дүниежүзінің 4 мұхиты, оның құрамдас бөліктеріне теңіздер, шығанақтар, бұғаздар жатады екен. Келесі, құрлық сулары. Құрлық сулары екіге бөлінеді. Өзендер, көлдер және мұздықтар, және де жер асты сулар деп бөлінеді. Келесі, ауадағы су. Бұл 0,7% алып жатыр. Бұл судың газ күйі. Ал балалар, біз мына суреттен нені байқап тұрмыз? Ойланайықшы. Жақсы балалар, біз мына суреттен бағанағы видеодан көргендегіміздей мұздықтар, атмосфералық су, құрлық сулары, жер асты сулары және гидросфералық сулардың өзара байланысын және дүниежүзілік су айналым жүйесін көріп отырмыз. Және де дүниежүзілік су айналымы екіге бөлінеді. Үлкен айналым және кіші. Үлкен айналымға мұхиттағы дүниежүзілік су ауаға конденсация процесі арқылы көтеріліп, жауын-шашын айналып, одан құрлыққа, құрлықтан өзенге, өзендер көлдерге және өсімдіктер арқылы қайтадан мұхитқа оралуын үлкен айналым дейміз. Ал кіші айналымы мұхиттан буланған жауын-шашын мөлшері қайтадан жауын арқылы мұхитқа қосылғанның кіші айналым деп атаймыз. Екінші тапсырма. Менің ойымша, гидросфера бөліктерінің үлесі қандай жағдайда өзгеруі мүмкін? 3 дәйек сөзбен тұжырым жасап сипаттаңыз. Тапсырманы орындамас бұрын дескрипторға назар аударыңыз. Бірінші дескрипторда мәселені анықтауымыз керек, тұжырым жасай білуіміз керек, ерекшеліктерін сипаттауымыз керек. Жарайсыздар балалар. Ендеше жауабын тексеріп көрейік. Менің ойымша, мұхит, өзен сулары антропогендік әсерден қатты өзгеріске түсуі мүмкін. Осыған дәйек сөз келтіріп көрейік. Біріншісі, теңіздердің тартылуы. Ол антропогендік әсерден болуы мүмкін ғой? Мүмкін. Екіншісі, Қазақстанның көп жерлерінде ауыз су тапшылығы байқалуда. Оған антропогендік факторда бірден бір себеп. Үшіншісі, мұхиттардың ластануы. Бұл да балалар табиғатқа тигізіп жатқан адамдардың әсері болуы мүмкін. Жақсы балалар. Ал енді бас бармақ арқылы өзімізді бағалап көрейікші. Сабаққа белсене қатысып отқан оқушылар жақсы, жарайсыздар. Үшінші тапсырма балалар. Бұл тапсырма топтастыру стратегиясы деп аталады. Вен диаграммасы арқылы мұхит сулары және құрлық сулары деп вен диаграммасын толтыруымыз керек. Тапсырманы орындамас бұрын дескрипторға назар аударыңыздар. Мұхит пен құрлық суларының басты ерекшеліктерін жазып шығамыз. Екінші, мұхит пен құрлықтың суларының басты қасиеттерін сипаттаймыз. Үшіншісі, ұқсастықтарын ажыратамыз. Жақсы, тамаша балалар. Олай болса, жауабымызды тексеріп көрейік. Мұхит суларының ерекшеліктері мен айырмашылықтары қандай екен? Ол жер бетінің 96,5% алып жатыр. Мұхит суының ерекшеліктері. Және мұхиттың теңіздер, шығанақтар және суының тұздылығы, температураны тұрақтандырушы ретінде мұхиттың өзіндік ерекшеліктері бар. Құрлық суларына келетін болса, құрлық сулары жер бетінің 3,58% алып жатыр. Тұщы су, жер асты сулары, өзендерден арна, сала, бастау, саға, тағы басқа сияқты бөлшектерден тұрады. Көлдер бөгет
келген ойызды және аралас болып шектеледі. Және құрлық суларына мұздықтарды да жатқызамыз. Олай болатын болса, құрлық сулары мен мұхит суларының ортақ белгілерін анықтайық. Дүниежүзілік су айналымына қатысады, бір тұтас гидросфера қабатын түзеді. Жақсы балалар, біз сабағымызды қорытындыламас бұрын сабақтың басында қойылған мақсатымызға бір назар аударайықшы. Сабағымыздың мақсаты гидросфера және оның құрамдас бөліктерін анықтап, ерекшеліктерін салыстыра отырып, сипаттау болады. Мақсатқа жету үшін біз мына сұрақтарды қойдық. Гидросфера қандай бөліктерден тұрады? Жақсы, жарайсың. Гидросфера дүниежүзілік мұхиттардан, құрлық суларынан және атмосфералық су буынан тұрады. Олардың үлесі қандай? Дүниежүзілік мұхиттың үлесі 56,5%. Құрлық суларынікі 3,28%. Гидросфераның бөліктері, құрлық сулары мен мұхит суларының ерекшеліктері қандай? Жарайсыңдар балалар. Гидросфераның бөліктері, құрлық сулары мен мұхит суларының ерекшеліктері, олар температура мен тұздылықтан басты айырмашылық жасайды. Және де мұхит суларының әлемдік су айналымы процесіне үлкен рөл атқаратындығын анықтадық. Тамаша балалар, біз сабағымыздың басында қойған мақсатымызға жеттік. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызға рефлексия жүргізетін болсақ, бүгінгі сабағымыз жақсы, орташа, төменгі деңгейде өткен болса, мына смайлингтерді WhatsApp желісі арқылы жолдасаңыздар болады. Жақсы балалар, сендердің мекендерінде қандай су нысандары бар? Өз мекендеріндегі халықтың өмірі мен шаруашылық іс-әрекеті үшін осы су нысандардың маңызын анықтап келулеріңізді ұсынамын. Сабағымыз осымен аяқталды. Қош, сау болыңыздар.